天上飘呀的星星多呀，星星多，不如我们公社的羊儿多。天上飘呀的云彩白呀，云彩白，不如我们公社的羊儿白。呀哈吼嘿呀哈哈嘿，不如我们公社的羊儿白。呀哈吼嘿呀哈吼嘿，不如我们公社的羊儿白. Тамағым ауырып тұрса да сіздерге осы әнді айтып бөліскім келді. Өйткені бүгін көбістер есіме түсіп отыр. Әзір ғана бір видеомен бөлісіп қойдым сіздермен. Өзімнің кішкентай кезімдегі бір анашымның өз қолымен тіккен қос етек көйлегі, өз қолымен тіккен күрмесі, өз қолымен тіккен тақиясын кигізіп мені сол біздің ауылдықта бір екінші орта мектеп деген мектеп болған, сол мектептің құрылғандығына 40 жыл болған кезде мені ертіп барған кезіндегі видео екен деп ойладым. Бүгін маған бөле ағам бар еді, сол кісі кескін түсіріп жүретін, маған сол бөлігін кесіп жіберіп жіберіпті. Мен бұндай кескінді көрем деп ойламаппын. Қатты әсерленіп, анашым есіме түсіп отыр. Анашымды ойлап отырмын. Кішкентай кезімде маған көп әндерді үйретіп қоятын. Өзінің ханзуша қабілеті жақсы емес болса да, мәселен осы айтқан әнімді маған анашым үйреткен. Сол кезде маған гөңшө деп үйреткен. Ол кез енді мен екінші класс оқитын кезім екен. Сонда мен гөңшө деген немене деп сұрағанымда, кейін өзің дұрыстап аласың, мүмкін мен қатайтып жатқан шығармын деп айтатын. Сонда сол артынан келе сол гөңшө екенін білдім. Әзіргі шөтші ғой мысалы. Енді сол анашымның маған берген тәрбиесі енді ерекше болыпты деп ойлаймын. Осы кескіннен де көрдім да, мені алдыға қарай итеріп, айта ғой деп мені қолдап. Маған әзіргіде ештеңкеден қорықпай бір көп нәрсеге батылдықпен, батырлықпен төтеп бере алатын. Не болса да көрейін деген менде сондай ылғи да сондай бір жігер, сондай бір ой болады да. Сол менің анамның, менің әкемнің, туыс-туғандарымның маған берген кішкентай кезімдегі қолдау екен деп ойлаймын. Әзірге дейін анашым бұл өмірде болмаса да, әлі де мені қолдап келеді деп ойлаймын.